Бәріне сәлем, бұл Сайбер Алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған соңғы жаңалықтарды бірге талқылайық. Ал біздің арнаның демеушісі Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Енді Қазақстандағы киберспортқа көбірек көңіл бөледі. Бұны Моу eSport туралы подкастта айтты. Рүстем шенеуніктер дисциплиналарға байыпты қарап, Ресейдегі игр будущего турнирінен кейін спортшыларымызға көмектеседі деп үміттенеді. Бірақ Қасым-Жомарт Тоқаев осындай іс-шараны өткізуге бастамашы болды. Және алдағы уақытта мемлекеттік аппарат осы бағытта жұмыс істеуі мүмкін. Егер сіздерді Қазақстандағы eSport тақырыбы қызықтырса, подкастты міндетті түрде көріңіздер. Онда Адрин және Моу, Бенгер-Про өкілі Бауыржан Садиев және Киберспорт Федерациясының спорт директоры Кәрім Дастан сұхбат берген. Біздің редакциямызда әртүрлі тараптар арасында диалог құрылып, мәселелер өз шешімін тауып жатқан қуантады. Не дегенмен Қазақстанда қазір киберспорт жақсы дамып жатыр, және адамдар аймақтарды дамыту, киберспортқа байланысты көбірек видео сұрап пікір жазған екен. Әрине біз бұл пікірлердің бәріне келісеміз. ISF-тен WEC 24 үшін Counter-Strike 2 ұлттық құрамасының біліктілік аяқталды. Ерлер арасында Левандовский командасы жеңіске жетті. Бір қызығы, бұл ростердің осы айдағы алғашқы жетістік емес. Олар сондай-ақ Қазақстан Республикасының Кубогы 2024 LAN финалында үздік атанды. Бұған дейін WEC 24 квалдары Mobile Legends Bang Bang, Dota 2 және басқа да пәндер бойынша өткен. RIP 20S. Хоббит 30 жылдық мерейтойын атап өтті, алайда Хасенов әлі де командасыз отыр. Перфекта екеуі бір ай бұрын Cloud9-нан кеткен еді. Сарапшылар команда Bomich пен Exile негізінде құрылады дейді. Ал Overdrive Cloud9-ға ешкім барғысы келмейді деп мәлімдеді. Мүмкін сондықтан болар, бәрі ұзаққа созылып, команда бір орында тұр. Nine Pandas'тағы решафлдар командаға Шалфей мен Фирс келеді. Біріншісі Александр Марионов, ол қазір Форстың атынан ойнап жүр. Бұл туралы Retake Новости КС2 Telegram арнасы жазады. Ал инсайдер Алексей Overdrive Бирюков КС2 бойынша Nine Pandas құрамының мүшесі Денис Сейст-Костин жаттықтырушы болатын хабарлады. Ойыншының өзі бұл туралы өте ирониялық пікір білдірді, бірақ оны растады. Айтпақшы, айдың басында Nine Pandas eSport ұйымының басшысы Джулия Сотникова решафл туралы қауесеттерді жоққа шығарған еді. PUBG Mobile әлеміндегі керемет оқиға. 22 мамырдан 15 маусымға дейін PMSL 2024 CSA чемпионат өтеді. Үздік атаққа 20 команда таласады, оның 16-сы финалда кездеседі. DRS Gaming, Asaji eSports, Stalwart eSports, For Miracle Vibes, Mad Bulls, Major Pride турнирге тікелей шақырту алды. Ал Орталық Азияның аймақтық біліктіліктерінде слотқа Team Lakers, Everest Gaming, Demurd, Hardbass Team және Ruh eSports ие болды. Қазақстанның намысын қорғайтын командада 6 ойыншы бар. Олар киберспортшылардың жалпы санының 6%-ын құрайды. Және бұл турнирде барлық қатысушыға шын жүректен сәттілік тілейміз. Маус командасы өз тарихында алғаш рет Ишал ТВ рейтингінде бірінші орынға ие болды. Өздеріңіз көріп отырған кестеде 20 мамыр күні жаңартылған рейтинг. Бітпум Дачадағы жеңісінен кейін осындай нәтижеге қол жеткізіп отыр. Маус үшін бұл ірі халықаралық турнирде қатарынан жеңіс әкелген екінші чемпионат. Тізімдегі тағы бір қызық нәрсе, мұнда Айканың тізімі емес, Ишал ТВ туралы айтып тұрмын. Бразилиялықтар біртіндеп рейтингті бағындырып жатыр. Retake Новости КС2 топ атап өткендей 15-тен 18 орынға дейінгі барлық командалар бразилиялықтар. Жеңіліске қарамастан Team Spirit үшін қуанатын жайт бар. Данил өзінің машина екенін әлі де дәлелдеп жатыр. Донг Бітпум Дачаның ең үздік ойыншысы атанды. Ал Мауыздық Exertion турнирдің финалында Донгтан таяқ жегенін айтты. Сондай-ақ Данил Ишал ТВ жариялаған КС2 турнирлердегі шешуші матчтарда ең жақсы статистиканы көрсетіпті.
Team Spirit'тің Dota 2 құрамының жағдайы әлдеқайда жақсырақ. Олар румындық PGL Валахия турнирінің бірінші маусымында жеңіске жетті. Команда оффлейнері Collapse чемпиондық кубокты қайта көтергеніме қуаныштымын дейді. Бұған дейін еш ұтылмай келе жатқан Extreme Gaming командасы үшін бұл бірінші жеңіліс болды. PGL Валахия турнирінің бірінші маусымы Бухарестте 19 мамырда аяқталған еді. Сауд Арабиялықтар қойып, енді үнділер шықты ма? Соңғы уақытта жаңа турнирлер туралы хабарландырулар көбейіп келеді. Sky Sports Үндістанда $200,000 жүлде қоры бар тағы бір LAN турнирін жариялады. Сол себепті Үндістанда жазда өте ыстық болғалы тұр, және бұл тек жаһандық жылынудың әсерінен емес. Турнирге EF, The Mongols, Furia және Aurora командалары арнайы шақырту алып үлгерді. Ресейлік киберспортшы Роман Кушнарев, яғни Рамзес, Тундра eSports'тың стенден атанып, алдағы Dream League 23 маусымында команда құрамында өнер көрсетеді. Бұған дейін команда стендені Тоби болған еді. Жаңа ойыншы Dream League 23 маусымына қатысып үлгерді. Турнир 26 мамырға дейін онлайн режимде өтеді. Жалпы жүлде қоры $1 миллион. Әзірге Тундра eSports жақсы келе жатыр. Осы жаңалықты жариялаған кезде олар Б тобы бойынша екінші орында тұрды. Осы маңызды турнирде Рамзес пен оның командасы Тундра eSports'қа сәттілік тілейміз. Бұрынғы Нави рефлері Флейми Украин клубындағы табысы туралы айтты. Сенде стримерімен әңгіме барысында ол $1 миллион тапқан туралы айтып берді. Ең көп алған жалақысы туралы сұрағанда ол 18 жасында $15,000 алған болатынмын деп жауап берді. Жалпы алғанда ол $3-4 миллион жалақы алыпты. Сондай-ақ ол, егер ақша оған бір төлеммен берілсе, оны мұқият ақылмен жұмсар едім дейді. Simple аға атанды. Нақтырақ айтсақ, оның туған ағасы қызды болды. Әзірге оның ағасы әке болудың алғашқы сәттеріне бөленіп жатса, Сашаның да қолға алған жобасы бар екенін ұмытпайық. Оның CS2 мектебі соңғы видео шығарды. Өкінішке қарай, әзірге мектеп туралы жақсы пікірлер жоқтың қасы. Шейхтер де Simple'ды өздеріне алғысы келіп жатыр деседі. Харуми болса, таяу шығыста жаңа eSport клубы ашылуы мүмкін, және ол ұйым қазір Сашаны ойыншы ретінде қарастырып жатыр дейді. Microsoft корпорациясы Xbox консольдерінің келесі толқынын жасап шығару үшін белсенді жұмыс істеп жатыр. 2026 жылы шығады деп жоспарлап отыр, деп хабарлайды The Ghost of Hope. Insider бірнеше рет компания ішіндегі нақты мәліметтер бөліскен еді. Ол тіпті Call of Duty Modern Warfare туралы мәліметтермен ресми шығарылымға дейін бөліскен. Егер оған сенсек, жаңа Xbox өзінің басты бәсекелесінен әлдеқайда ертерек шығады. Sony PlayStation 6 кем дегенде 2027 жылы, мүмкін тіпті 2028 жылы шығады деген қауесет бар. Gen.G League of Legends бойынша Mid-Season Invitational чемпион атанды. Бұл Корея үшін соңғы 6 жылдағы алғашқы жеңіс. Ұжым 2024 World Championship-қа слотпен $50,000 ұтып алды. Бұған дейін MSI титулын 2017 жылы T1 жеңіп алған болатын. Ал содан кейін кубокты тек Европа мен қытайлық командалар ұтқан. 2024 Mid-Season Invitational 1 және 19 мамыр аралығында Қытайдың Чэнду қаласында өтіп, оған 12 команда қатысты. Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.